Зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы хабарландыру тәсілін салымшы өзі таңдайды. Бірінші, электрондық хабарламаны сіздің электрондық адресіңізге емейл арқылы жіберу. Екінші, салымшының, алушының тікелей бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына өзі хабарласу арқылы. Үшінші, салымшының, алушының өзіне берілген логин мен парольді пайдалана отырып, интернет қызметтері арқылы өзі хабарласуы. Логин мен парольді жеке кабинетке кіру үшін бір рет тіркеп, салымшы өз зейнетақы жинағының жай-күйі туралы ақпаратты кез келген уақытта, яғни тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн ала алады. Төртінші, халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы. Сіз зейнетақы жинағыңыз туралы жыл сайын хабарландыру тәсілін әрқашанда өзгерте аласыз, немесе қосымша тәсіл тағайындауыңызға болады. Ол үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына келіп, қосымша келісімге отыру керек.